У вас все в Жетсайы так готовят? Ты чё? Біздің ауылды білмейсің ба? Вот, орыстар говорят же, русская баба на ходу коня остановить, в горящую избу войдет. Ну? Ал ауылдың қыздары любой малды остановить, зарежь, шек қарын тазалап, на ходу қуырдақ приготовить. И чё, сен по-любому ауылдың қызын аласың ба? Конечно, потому что ауылдың қыздары үй жинайды, тамақ пісіреді, сигарет шекпейді, ночной клубқа бармайды, сосын кафелердің туалетінде бұлай суретке түспейді. У них еще голова не болит. Ну, то правда, то правда. А прикинь, Батон, сен қаланың қызына влюбишься или к себе в Жетсай увезешь? Ой, а здесь Wi-Fi ловит? Чё, прям здесь, что ли? Дай сақтасын. А прикинь, наоборот, сен ауылдың қызын аласың. Құдай сақтасын.